армысыздар, бұл керек дерек. Бүгін біз ересектерді уайымға сап, жиі өкіндіретін жағдаяттар жайында сөз қозғаймыз. Алда айтылатын ақпараттарды сүзгілеп, көрсетілген қателіктерге бой алдырмауды ұсынамыз. Екі нәрсені таңдағанда қателеспеген жөн. Бірі өмірлік жар болса, енді бірі мамандық таңдау. Өйткені аталған екі факторда өміріңізге серік болар маңызды жағдаят. Ересектердің басым бөлігін әуреге сап, жиі өкіндіретін факторлардың бірі де осы сүйікті ісін бағаламау екен. Соның салдарынан өмір бойы өз жұмысын жақтырмай, жұмыс жасауға құлықсыздық танытатын көрінеді. Бұның зияны өзіне де, қоғамға да ықпалын жасайды. Өйткені өз ісін сүйіп істемеген маман оның шыңына шығып, елге деген пайдасын тигізе алмасы анық. Жалпы сонымен қатар шылым шегу, алкогольді ішімдіктерді тұтыну, нашақорлыққа бой алдыру, немесе тағы басқа зиянды әдеттерге құмар болу тұлғалық қалыптасуды ақсатары анық. Мұндай зиянды әдеттерден арылып, жаңа өмір бастауға ешқашанда кеш емес. Бірақ жас мөлшері ұлғая бастаған сайын зиянды әдеттерден арылуда қиындай бермек. Сондықтан да есің барда елді тапқан жөн. Сырт көз сынша, сын түзелмей, мін түзелмейді. Басқалардың ойымен санасып, мініңді біліп түзеп қорытынды шығарған жөн. Бірақ басқаның ойына байланып қалуға да болмайды. Бұлай жасасам ел не дейді, бұлай жүрсем ел қалай ойлайды деп жазған шақтану кертартпалыққа әкеп соқтырады. Өмір сіздікі, сондықтан да оның сценарийінде өзіңіз жазыңыз. Барлық адамның көңіліне бірдей шыға беру мүмкін емес. Себебі бәріне бірдей оңай беретін сіз евро емессіз ғой. 30 жыл өткесін бұрын осылай жасағым келген, ел не дейді деп жазамап едім деп өкініп отырмаңыз. Әрине, оныңыз дұрыс іс болғай. Жалпы алып келгенде көптеген ересектер қауымы бағалы уақытын желге ұшырып алғанынан алдайды. Әр сәт бағалы, және ол қайтып келмейді. Сондықтан да бағалы қазынаңызды құрметтеп, оны оңды солды шашпауға тырысыңыз. Тап осы сәттен уақыт жоғалтпай, әр секундыңызда қажетті мақсатыңызға қарай бағыттаңыз. Жалпы тәуекел етте тас жұт, ажал жетпей өлмек жоқ. Кейде қазақтың осы мәтелінде назарға алған жөн. Бірақ біз тәуекел деп тыйым салынған заттарды тұтыну, немесе қауіпті әрекеттерге бару жайында айтып тұрғанымыз жоқ. Сүйгеніңе сезім білдіруден қорқу, қандай да бір жаңа ұсыныстардан бас тарту, жаңа қызметте өзіңді сынап көрмеу, немесе жаңа ортаға сіңісіп кетуден қорқу. Осының арты ертең үлкен өкінішке алып келуі мүмкін. Сондықтан да қажет жерінде есепті тәуекел жасаудан да тайынбаған жөн. Сіздермен бірге болған Дінмұхаммед Құдайберген, аман саулықта жүздескенше.